Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бір қамырдан дайындалатын тұшпара мен беляши дайындайтын боламыз. Ұнымызға тұзды ыстық суды құйып, қамыр илейміз. Алдымен қасықпен, содан соң қолымызбен илеп аламыз. Қамырымызға сұйық май құйып, иізін қандырып илейтін боламыз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірі жұмсақ, бірі қытырлақ болып, өте дәмді болып шығады. Илеп болғаннан кейін екі бөлікке бөліп, тағы да видеодағыдай илеп аламыз да, тұндырып демалтып қоямыз қамырымызды. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде тауық етінен фарш. Беляшиімізға алдын ала қуырып алдым. Тұшпараның қамырын дайындайтын боламыз. Оқтаудың көмегімен жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Видеодағыдай асты жабыспай, ұнсыз ақ жұп-жұқа болып жайылады. Достар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді қамырымызды тұшпараның ыдысының бетіне жайып, осылай салмасын салып шығамыз. Шай қасықтың ұшымен салсаңыздар жеткілікті. Көп салып қойсаңыздар жарылып кетеді. Видеодағыдай енді бір жақ шетін оның үстіне жабатын боламыз. Және оқтаудың көмегімен видеодағыдай үстінен илеп шығамыз. Мінекей дайын болды тұшпарамыз. Енді осыны ыстық қайнап тұрған суда 15-20 минут пісіріп алатын боламыз. Келесі беляши дайындайтын боламыз. Ол үшін қолымызбен ұзыннан илеп алып, осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Менде арнайы ыдысы бар, немесе қолмен оқтаумен де келтіріп алсаңыздар болады. Маған осы ыдыс ыңғайлы, бәрі бірдей болып, және әдемі болып шығады. Мінекей дайын болды, өте әдемі. Мінекей дайын болды. Енді осы беляшиімізді қайнап тұрған ыстық майға екі жақ бетін қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.